Енді мұсылманшылықта 5 парызымыз бар, 40 парызымыз бар. Енді парыздардың бір сұлтаны десек намаз. Намаз деген ол сондай ғибадат, жар деген жалғыз ғибадат жерде парыз болмаған ғой. Енді бұл бүткіл парыздар Алла Тағала тарапынан Жибрил періште арқылы пайғамбарымыздың уахи арқылы жеткізіліп тұрған. Алайда намаз ғибадат ондай емес. Намаз ғибадатын парыз болу үшін Алла Тағала өз құзырына пайғамбарымызды шақыртады. Яғни Исра және Миғражке оқиғасын білеміз ғой. Пайғамбарымыз 7 қабат аспанға шығып, мақаба қаусайни ау адна, яғни Жибрил періште ары қаратай өте маған жерге, пайғамбарымыз ары қаратай өтеді. Жибрил періште айтады ғой, мен ары қаратай мүмкіншілігім жоқ, ары қаратай жаңыз өтесің дейді. Яғни Алла Тағаланың құзырында оған сыйлық ретінде берілген де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Бұл жар деген жаңғыз ғибадат. Алла бұны парыз ету үшін жерге уахи арқылы жібермеді. Ең сүйікті құлын өзіне алдыртады, нәтиже сорада бір сыйлық ретінде береді. Енді оны елу уақыт болды, Мұса пайғамбардың Алла разы болсын, 5-ке түсті деген ол бөлек мәселе. Қалай болса да намаздың, яғни ғибадат ретінде исламда, мұсылманшылықта біздің жүрегімізде беретін әсері, орны ерекше. Енді осы арадан және сұрақ туындайды. Неліктен намаз оқимыз? Біріншіден, Алланың парызы болғандықтан оқимыз. Бұда күмән жоқ. Оразанды Алла парыз еткеннен кейін ұстаймыз, оның физикалық пайдалары ол бөлек. Алайда біріншіден не үшін оқимыз? Алланың парызы болғандықтан. Енді келесі деңгейде оның хикметтеріне тоқтауға тырысайық. Мысалы айтақ, енді хадис бар ғой, егер біреулердің есік алдында 5 су ағып жатса, 5 уақыт суға түсетін болсаңдар, таза боласыңдар ма, әлде кір боласыңдар ма деген пайғамбар саллаллаху сұрайды ғой. Сахабалар не дейді? Радиаллаху анху, әрине кір қалмайды дейді. Күніне 5 уақыт суға түсетін болсақ дейді. Тура сол сияқты намаз дейді. Намаз да адамның рухани тазалаушы. Өйткені 2 уақыттың ортасындағы болған адамның қателіктеріміз бар, немесе мына қоғамнан бізге әсер ететін құлақ арқылы, көз арқылы әртүрлі деңгейде мағлұматтар келеді, ол жүрегімізге ауыр тиеді, рухымызды ластайды. Намаз болатын болса, 2 намаздың ортасындағы қателіктерді кешіреді деген хадис бар ғой. Яғни бұл хикметтердің бірі болып саналады. Яғни намаз не үшін оқимыз десек, арасында болған қателіктерді кешіріп, адамның рухын тазалап тұрады. Біз енді киімді жиі ауыстырамыз ғой, белгілі деңгейде душ қабылдау мәселесі. Тура сол сияқты рухани тазалық намаз. Күніне 5 уақыт рухани таза жүрген адам, әрине ол жақсы болады. Екінші мәселе бар, енді ойла, Алла Тағаланың құзырына сен 5 уақыт шығасың да. Яғни сен Алламен кездесетінді білесің ғой. Ол бізді тек қана тазаламай, күнә істеуін алдын алатын ғибадат қой, намаз. Өйткені біліп тұрсың, қазір 5-ін оқыдық, жолықтық Алла Тағаламен, ғибадатта сәждеде ең жақын болдық. Қазір асыр оқимыз. Содан кейін ақшамда тағы жолығамыз. Енді құзырына 5 уақыт баратын болсан, ортасында бір ыңғайсыздық туындайды мұсылман өзінде. Өйткені Құранда аят бар ғой, инна салата танха анил фахшаи уал мункар. Шынында намазда сондай бір құдіреті бар, Алла берген сипаты, жаманшылық пен зияндардан өзімен өзі тиіп қояды. Намаздың сондай бір қабілеті бар. Және намазда қандай хикметтер бар? Ең үлкен хикметтердің бірі ол тайм-менеджмент десек болады. Тәрбиелік жағы бар. Енді ойла, әр адам бекітілген күніне 5 уақыт белгілі істі істейтін болса, ол әрине басқа да іске тез үйренеді. Яғни күніне кітап оқу оған оңай. Неғып? Ол жүйелі күнделікті намаз оқитын адамға өз өмірін реттеуге, күнделікті атқаратын басқа да істерін реттеуге оңай болады. Ал егер жүйе жоқ адамда, ол жүйе жоқ қой, намаз оқымаған, белгілі бір өмірін жетілдіруде бір жүйе жоқ десек, онда басқа істерінде де үлкен бір жетістікке жету екіталай да. Яғни намаздың бізге беретін миллиондаған пайдасы бар асылында. Алайда біз оны ол пайдалар үшін емес, біріншіден Алланың разылығы үшін, Алланың парыз еткені үшін орындаймыз. Ал кейінгі туындайтын миллиондаған пайдасы әрине біз білетін және білмейтін көптеген пайдалары бар. Қалай болса да ол бізге ең маңызды емес. Ал ол пайдалары бізге тиіп жатса, нұр үстіне нұр. Алла Тағала намазымызды шынайы бір мұсылманның миғражы ретінде орындауды нәсіп етсін. Қазаға жібермеуді, Алла Тағаланың құзырына барған кезде өзімізді, рухымызды тазалап, өзімізді, өмірімізді реттеп, арасындағы бір күнәлардан тоқтайтын үлкен бір қалқан болуды нәсіп етсін.